Қайырлы күн көрермен, бүгін сіздерге Батыс Қазақстан облысы бойынша сакралды, яғни киелі мекен атанған Казталов ауданындағы Еділбай соры туралы айтпақпыз. Аумағы 553 гектар жерді алып жатырған сордың минералды сулы қабаты бар. Балшығы мен суы емдік қасиетке ие Еділбай сорын буын ауруларын емдеуге де пайдаланған. Еділбай сорының құрамын балшықпен емдейтін КСР аумағындағы ең шипалы өңірлердің бірі Кисловодск курортына апарып сынама алған кезде оның емдік қасиеті өте жоғары болғаны белгілі болған деген мәліметтер бар. Еділбай соры жөнінде 20 ғасырдың 50-60 жылдары жасалған диссертациялық жұмыстың жобасы әлі күнге дейін Жабақтал мұрағат филиалында сақталып тұр. Ғылыми жұмыстарды ресейлік ғалымдар жүргізген болатын. Ауызекі деректерге сүйенетін болсақ, Еділбай сорына Жәңгір хан келіп, 3 парат басымен шипалы сорға 3 күн түсіп емделген екен. Аңыз болып ұрпақтан ұрпаққа таралған бұл деректердің шындыққа жанасуы бек мүмкін. Бұл жерде үш ұғымның сәйкестіктерін көруге болады. Еділбай суы, Еділбай қойы, Еділбай руы. Сор да, қой да, ру да, үшеуі де бір өңірде. Казталов ауданы туралы шежіре кітабында Еділбай соры мен Еділбай қойы туралы қысқаша мәлімет беріп кеткен. Тарихи тамырлары да бір-бірімен өзектес, жер-су атауларын әлі де терең зерттеулерді қажет ететіні анық. Киелі мекеннің киесін ұғып, кейінгі ұрпақты тарихи қалпында жеткізе алсақ, еділдіктің де, ерліктің де үлгісі болар еді. Сіздермен бірге болған мен, Қабиболла Жайна, арнайы Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арналған мен репортермін атты республикалық байқауының облыстық кезеңі үшін. Келесі жүздескенше сау саламатта болайық.